Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Әйгерім. Бүгін осындай іш майдан тоғмай жасайтын боламыз. Өте табиғи, таза майлардың бірі. Ол үшін бізге осындай іш май керек. Қойдың іш майы құйрық маймен шатастырып алып жүрмеңіздер. Іш май бөлек және де құйрық май бөлек. Іш майды жуып тазалап алдым. Мен мұнда 1,5-2 килодай шығады. Енді барлығын қолмен турадым. Мен сіздерде мясорубка болса, мясорубкамен турасаңыздар өте керемет, ешқандай артық отходтар қалмайды. Ал менде болмағандықтан мен осылай қолмен тура салдым, кубиктап. Осылай кубиктап турасаңыздар да болады. Осы жерде жаңадай жақсылап мұқият болыңыздар. Іш майдың іштерінде жаңағыдай керек емес бездер болады. Сол бездердің басқа да жаңағыдай қалдықтардың барлығын мұқият қарап отырып алып тастаңыздар. Осылай майдалап турайсыздар. Қолмен турасаңыздар да ешқандай отходы артық майлар қалмайды. Барлығы шыжғырылып кетеді. Сондықтан қорықпай кубиктап турай берсеңіздер болады. Осы жерде мұқият болыңыздар. Осындай бездер, артық осындай майлар болуы мүмкін, керек емес жерлері көп болады. Сондықтан бұл іш майды жақсылап ашып, араларын солай керек емес жаңағыдай бездердің барлығын алып тастайсыздар. Мұқият болыңыздар. Сосын бұл май өзіне тән иісі де, дәмі де ерекше болады. Көбінесе өсімдік майымен қатар осы малдың майында пайдалансаңыздар организмге пайдалы әрі таза табиғи өнім. Сондықтан үйде мал сойған жағдайда іш майды тастамаңыздар. Көбісі тастап жіберіп, жаңағыдай тазалағысы келмей жатады. Негізі бұл іш майдың көп пайдасы бар организмге. Көп болып кетті деп уайымдамаңыздар, себебі жаңағыдай шыжғырылған кезде барлық осы май азайып қалады. Жақсылап бірінші қойып аласыздар отқа, қатты қойып отқа шыжғырылып жатыр, мінекей көрдіңіздер. Бетіне кейде көбіктер шығады, көбігі шыққан кезде алып тастасаңыздар да болады. Мен алып тастап жақсылап осылай араластырып қойдым. Қазір әлі қызарып, кішкене шыжғырылатын, дәл осындай түсте болу керек. Қатты қызартып жібермеңіздер, кейде күйіп кеткен кезде жаңағыдай дәмі шығып кетеді. Мен осылай ішіндегі майларды бөлек алып алдым. Ол майларды тастамасаңыздар болады. Себебі жаңағыдай қатпарлы нан жасаған кезде немесе пиязбен кейде асығыс боласыздар ғой. Сол кезде пиязбен бірге қуырып жіберсеңіздер өте дәмді және керемет тойымды болып шығады. Сондықтан сіздерге кеңес берем, тастамай оны да морозильникке сақтап қойсаңыздар болады. Неге менде осындай бір ыдыс шықты, майым кішкене тартылған, көріп тұрғандағыдай. Енді бір холодильникке немесе морозильникке 4-5 сағатқа қойып шықсаңыздар, қатып керемет болып шығады. Осы тамаққа бұл майды тамаққа өсімдік маймен кішкене қосып жіберсеңіздер болады. Қараңыздар, дәл осындай болып тоңып, атының өзі айтып тұр, тоғмай деп тоңып осындай болып шығады. Тоғмайымыз өте керемет. Самса жасағанда кәдімгі өсімдік майын қосқанша осы табиғи қолдан жасалған іш майдың майын пайдалансаңыздар, самсаларыңыз өте дәмді шығады. Тамаққа да кішкене аз-аздан өсімдік маймен қоссаңыздар, дәмі ерекше болып бір тамаққа керемет дәм келтіріп тұрады. Сондықтан сіздерге де кеңес берем. Дәл осы менің рецептіммен жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер.